Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жұлдыз. Дәл осындай видео жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Және де осылай өзіңіздің фотоңыздан өзіңіздің стикеріңіздің жасау жолын үйрететін боламын. Ол дәл осылай стикер жасауды қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Бізге бар жоғы фотолаб приложениесі керек. Төменгі жағында категорияны басып, жоғары жағында мультящий портрет дейді басамыз. Осы жерден майхэнный вектор дегенді басамыз. Жаңағы фотомызды үстін басамыз. Мінекей анимировать дегенді басамыз, яғни плюсиктің үстін басқанда шығады. Осы жерден өзіңізге керекті анимацияны таңдап аласыз. Мен мінекей өзімнің фотома сәйкес келетін анимацияны таңдап аламын. Осыны таңдап аламын. Кішкене күтеміз, обработка болады. Мінекей. Енді осыны сохранить етіп аламыз. Жоғары қарап тұрған стрелканы басып, төмен қарап тұрған көк стрелканы басып, видео ретінде сақтап аламыз. Сақталынды. Енді бұл жерде бұл фотоның жоғарғы жағын ғана алып отыр. Енді жаңағыдай видео жасау үшін, полностью алу үшін адамды. Осы анимацияны таңдаймын. Жаңа фотомызды әкелеміз. Кішкене күтеміз. Мінекей анимировать басып, төменгі жағындағы мына анимацияны таңдаймын. Енді екінші фото қою керек бұғанда. Тағы сол фотоны қайтадан қоямын. Осыдан шығып, капкатқа кіреміз. Новый проект. Өзіміздің таңдап алған фонымызды қоямыз. Однотонный фонымызды. Осы однотонный фонға жаңағы жасаған стикерімізді әкеліп наложение жасаймыз. Яғни, мінекей әкеліп наложение жасаймыз. Енді осы жерде фотолаб деген жазуды көрсетпеу үшін удалить фон деп басамыз. Удалить етілді, және де осыны маска қойып, дөңгелек етіп, осыламаймен дөңгелек стикер жасап аламыз. Яғни, қазір қарасақ, осылай қозғалған стикер пайда болады. Сохранить етіп аласыздар. Енді жаңағы анимированный смайл видеоны әкеліп қойып. Неге? Көріп тұрғандарыңыздай, видеоның соңғы жағында фотоның качествосы онша емес болып кеткен, яғни бұлдырап тұр. Осы жерге әкеліп өзіміздің оригинал фотомызды қоямыз, яғни бұны удалить етіп тастаймыз. Оригинал фотомызды әкеліп қоямыз. Мінекей осылай пайда болады. Және де видеоның форматын сторис форматқа өзгертеміз. Изменить кадрирование басып, 9:16 форматын таңдап, сторис форматқа өзгертеміз. Көріп тұрғандарыңызда екінші фотоны да изменить етіп, 9:16 сторис форматына келтіреміз. Енді осы видеоны көреміз. Мінекей дәл осындай видео пайда болды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналым ұнаса, сіздерге лайк басып тіркеліп алыңыздар. Қоңыраушаны қойып қойыңыздар. Және де алдағы уақытта мен сіздермен неше түрлі видеоның жасау жолымен бөлісетін боламын. Осы видеоны сохранить етіп аламыз.